бір аналар болады. Баласына шұлық сатып алса, айтшы ғане, бұл шұлықты кім әперді екен? Саған деп сұрайтын. Сөйтеді де өзін көрсетіп, баласын өзіне байлайды. Ал енді бір аналар бар. Баласына көйлек сатып әперіп, балам, бұл көйлекті мен сатып әпердім, бірақ әкең аман болсын. Себебі мұның бәрі әкеңнің маңдай терісімен келген, ақшаға алынды, деп баласын әкесіне байлайды. Басқа бір аналар бар. Баласына не сыйлық жасаса да, балам ақшаны әкең берсе де, мен сатып әперсем де, мұның бәрі Алланың нәсібі, Алланың ырзығы. Барлығы да Алладан келеді, деп баласын Аллаға байлап, Аллаға парыздар, борыштар етеді. Сөйтеді де баланы иманға, ғибадатқа, шүкірге ынталандырып, баланың өміріндегі сенім іргетасын қалайды. Құрметті де қымбатты ата-ана, сіз қай жолды ұстансаңыз да, әрине өз еркіңіз. Өйткені бала сіздікі. Менің бір ғана өтінішім бар. Ұрпағыңызды қалай тәрбиелесеңіз де, ұлттық ұстаным мен тамырымыздан ажырамасыншы. Қаңбақ деген шөпті білесіз бе? Ұшарымды шел біледі, қонарымды сай біледі дейтін. Әлгі Ширенше ханның бұйрығымен сұрай келгенді айтады ғой. Егер тамырдан ажырасақ, сол кезде тура осы қаңбақтың күйін кешеріміз анық.